Сәлеметсіздер ма? Біз сіздермен бүгін кәсіби қазақ тілі сабағында келушілерден тапсырыс қабылдайды тақырыбымен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты студенттерге қонақтардан тапсырыс қабылдаудың ерекшелігін меңгерту. Келушілерден тапсырыс алушы ол даяшы. Даяшы күнделікті әртүрлі адамдармен қарым-қатынаста болуы, оның келушілермен тіл таба білуі, яғни дипломат, актер және психолог болуын талап ететін мамандық. Тапқырлық ерекше жағдайларда лезде жөн табу. Осы мамандықтың адамдарына тән болуы керек. Олардың кез келген жағдайдан шыға білуі даяшылардың ең үлкен жетістігі деп айтсақ та болады. Даяшымен қатар келушілерге қызмет көрсететін қызметкер қатарында бармен де бар. Бармен арнайы білімі бар қызметкер. Ол түрлі сусындар мен коктейльдер дайындаумен айналысады. Бүгінгі күні ол тек қана мамандық емес, түнгі клубтық өмірмен шұғылданатын жастардың белгілі бір имиджі және мәнері десек те болады. Даяшылар тапсырыс алу үшін ас мәзірін ұсынады. Ал ас мәзірін ұсынбас бұрын даяшы оны оқып, әр тағамды суреттеп, неден жасалғанын және қалай беру керектігін білу қажет. Даяшы міндетті түрде фирмалық тағамдар туралы білуі керек. Фирмалық тағам ол әр мейрамхананың өзінің аспаздың даярлаған арнайы тағамы. Оның құрамын, жалпы оның ерекшеліктерін келушілерге, яғни тапсырыс берушілерге түсіндіріп беру даяшының міндеті. Тапсырыс алу. Ас мәзірін ұсынғаннан кейін, ас мәзірімен танысқан тапсырыс беруші даяшыға тапсырысын баяндайды. Тапсырысты қонақ таңдап болғаннан кейін ғана қабылдап, оның дұрыс жазылғанын тексеру үшін қонақтарға қайталаған жөн. Себебі түсініспеушіліктен туындаған тапсырыс берген адам да, тапсырыс алған адам да қателескен жағдайда бұл үлкен ренішке алып келіп тудыруы мүмкін. Бұл келушілердің санын азайтады, не болмаса сол мейрамхананың атағына, не болмаса соның өзіндік бір қоғамдағы орнына теріс әсерін тигізуі мүмкін. Әр қонақ маңызды. Мейрамхананың жемісті қызметі клиенттерді келтіру және тұрақтандыру дәрежесіне байланысты. Бұл мәселені шешу көптеген құрамдастарға ас мәзірі, аспаздық, интерьер музыка, қызмет көрсету, мәдениетінің деңгейі, персоналдың сыртқы түрі, оның корпоративтік этика нормаларына, яғни қызмет көрсету мәдениетіне сәйкес мінез құлқы және тағы басқаларына тәуелді. Яғни тапсырыс алуда даяшының қызметі, даяшының атқаратын рөлі өте жоғары. Кері байланыс. Мейрамхана мәзірін кез келген даяшы жатқа білуі қажет, және оның кез келген тағамдағы құрамын білу, ол оның негізгі міндеті. Таңертеңгі ас құрамы қандай астарды кіргіземіз? Салқын және ыстық және жеңіл тамақтарға, сэндвичтерге, салаттарға, сорпаларға, еттен жасалған ыстық тағамдарға, балықтан жасалған ыстық тағамдарға, паста, гарнирлер, соустар. Мұны осылардың барлығын құрамын білу даяшының басты міндеті. Үйге тапсырма. Мейрамхана қонақтары мен даяшы арасындағы тапсырыс алу кезінде болған сұхбат түрін құрастырып жазамыз. Бұл жерде қазақ тілінде құрастырылған сұхбат келген қонаққа қазақ тілінде емін-еркін қызмет көрсетуіне көмектесетін болады. Сау болыңыздар. Рахмет.